Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге аю мен қояндар ертегісін айтып беремін. Ертеде бір аю болыпты. Ол барлығын өзі жасақсы келмегендіктен орманда келе жатқан бір қоянға «Тоқта, қайда барасың?» деп сұрайды. Сөйтіп қоян: «Мен өзіміздің жидегімізді теруге бара жатырмын» деп жауап береді. Аю: «Сен жидегіңді теруді қоя тұр, ең бірінші маған билеп берші» дейді. Сөйтіп қоян қорыққаннан аюға билеп береді. Бұта арасында отырған екі қоян аюға: «Аю мырза, біздің інімізді жіберіңізші, оның билеп жатқанына 2 сағат болды ғой» дейді. Аю болса: «Ал сендер неге билемейсіңдер? Сендер де билеңдер» дейді. Сөйтіп екі қоян да билеуге кіріседі. Бір қоян: «Одан да бұта арасында отыра беру керек еді» дейді. Аю болса: «Болды, жетеріңдер. Енді маған жидектер алып келіңдер» дейді да дәу шелекті алдына лақтыра салады. Қояндар: «Мынау дәу шелек қой, бұған қалай жинаймыз?» дейді. Сөйтіп аю: «Мен тұрғанша бәрі дайын болсын» дейді. Сөйтіп қояндар жидек теруге кіріседі. Бір қоян: «Одан да бәрін тастап қашып кетейік» дейді. Аю: «Ей, бәрін тастап қашқанды көрсетемін» дейді. Сөйтіп олар жидекті теріп, «Бұл аюның сазайын қалай тартқызақ екен?» дейді. «Менің сазайымды кім тартқызғысы кеп жатыр?» деп бұта арасынан шығады. Сөйтіп жидекті жинап болып аюға әкеледі. Бір қоян аюға жидекті беріп отырып, ал екі қоян аюдың арқасына, аяқ қолына уқалайды. Сөйтіп аю: «Бұнымен тоқ болмайсың, енді маған ботқа пісіріп беріңдер» дейді. Сөйтіп олар ботқа пісіруге барады. Қояндар: «Қандай ботқа пісірейік? Қандай емес?» деп аю жауап береді. Сөйтіп сулы ботқасы немесе тары ботқасы, ұнтақ ботқасы деп сұрайды. Ал аю болса: «Сулы ботқасын пісірсеңдер болады» дейді. Сөйтіп сулы ботқасын пісіргеннен кейін, пісірейін деп жатқаннан кейін қояндар аюдан сұрайды: «Көп болсын ба, әлде аз да болсын ба?» дейді. Аю: «Көп болсын» деп жауап береді. «Алмай қосайық па?» дейді. «Әрине қосыңдар, өзім арықтап келе жатқан едім» дейді. «Көбірек болсын ба, әлде аз да болсын ба?» дейді. Сөйтіп аю: «Көбірек болсын, майы да бәрі де көбірек болсын. Менен бәрін сұрай бермеңдерші» дейді. Сөйтіп аю ұйқыға кетеді. Сулы ботқасын пісіріп болған соң аю: «Енді маған алып келіңдер, мен жеймін» дейді. Сөйтіп сулы ботқасын алып кеп береді. Аю: «Өй, қасықсыз қалай жеймін?» дейді. Қояндар: «Қап, ұмытып кетіппіз ғой, қазір алып келеміз» дейді. Аю айтады: «Қайда жоғалып кеттіңдер?» дейді. Қояндар: «Міне келе жатырмыз» дейді. Сөйтіп аю сол қасықты көріп: «Мен бұл қасықтарымен мына ботқаны бір күнде әзер таусам ғой» дейді. «Бізде басқа қасық жоқ, біз осымен жейміз» дейді.
Сөйтіп аю, қоянға жарайтын нәрсе аюға жарамайды дейді. Одан да маған басқа қасық тауып алып келіңдер дейді. Сөйтіп аю, қояндар ағашты кесіп, содан қасық жасайды. Аю әрі-бері жүреді. Қайда қасықтарым дейді. Міне әкеле жатырмыз дейді. Сөйтіп қасықты алып келген соң аю, қояндар, осы қасық жарай ма дейді. Аю, я, әрине жарайды, тамаша қасық екен дейді. Сөйтіп сол қасықпен ботқаны жеңдесе, ботқа салынған ыдысқа қасық симай қалады. Сөйтіп аю, мына қасықтарым ботқаға симайды ғой дейді. Сөйтіп қояндар, қап, ол жағын ұмытып кетіппіз ғой деп жауап береді. Одан да маған басқа қасық тауып алып келіңдер деп қасықты алып лақтырған кезде ботқа төгіліп қалады. Сөйтіп қояндар, қазір жинап береміз дейді. Аю, мен жинағанды жеп көремін дейді. Сөйтіп қояндар, ем болмағанда мына қасықты байқап көрсеңізші дейді. Сөйтіп аю айтады, сендермен байланыспай қоюым керек еді дейді. Сөйтіп аю қасықпен ботқаны жеп көрсе, ботқа ашты болады да, аю айқайлап қашып кетеді. Содан бері аю қояндарға тиісуді қойыпты. Ботқаны да өзі пісіреді, жидекті де өзі тереді. Егер де балар, бұл ертегі сіздерге ұнаса, менің арнама жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.